Ардамызда жағына қосылған барша көрерменге таң нұрлы болсаңыз, қымбат көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгінгі біздің қозғап жатырған тақырыбымыз жол азабын жүрген білдер. Осы ретте біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Тепловоз машинисінің көмекшісі Ерлан Сырашев және де жұбайы теміржолшы Айдана Орынбасарова келіп жайғасты. Яғни отбасымен осы салада жүрген меймандар. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Өте тамаша. Кешегі аталып өткен отбасы күнімен өздеріңізді құттықтаймыз. Рахмет, бірге болсын. Ал енді таныстырып жатырмыз ғой, осы теміржол саласында жүрсіздер, өздеріңіздің мамандықтарыңызбен таныстыра өтсеңіздер, жалпы өздеріңіз қалай таныстыңыздар? Біздер осы теміржолшымыз деп айтып жатырмыз, тепловоз машинисінің көмекшісі. Өзім жалпы 2007 жылы Қандыағаш қалалық номер 1 орта мектепті тәмамдап, бітіріп, осы теміржол саласына Ақтөбе көлік коммуникация және технология колледжінде бітіріп шыққанмын 2011 жылы. Сол бітіргеннен бастап Ақтөбе Қандыағаш қалалық локомотив депосында слесарь мамандығынан бастап жұмыс жасағанбыз. Сол студент болып оқып жүрген кезден бастап таныстық. Сол жерде тағдыр жолымыз, өмір жолымыз сол студент кезден бастап танысқан болатынбыз. Екеуміз бір колледжде оқығанбыз. Сөйтіп, менен бір курсымен оқыды, сөйтіп танысып, жанұя құрып, сөйтіп мен... Айдана ханым, сіз қазір осы салада жүрсіз бе? Жоқ, мен бұл салада мен тек оқығанмын. Қазір мен басқа саладамын. Негізінен сіздердің естуіміз бойынша ата-аналарыңыз да осы салада жүр. Иә, осы салада, иә. Осы салада жүр. Жалпы отбасыларыңыз туралы айтыңыздаршы, мысалы, отбасыларыңызда тағы кімдер дәл осы теміржол саласына қызмет етті? Осы теміржол қызметінде Асқартау әкеміз теміржол саласында 40 жыл қызмет етіп, әлде де жұмыс жасап келатыр. Алла қаласа 4-5 жылдықта зейнетке шығып қалады. Ал амандық болса. Сол ізін жалғап келе жатырмыз біздер балалары. Және де бауырларымыз, ағаларымыз, апаларымыз бәрі осы салада. Барлығымыз теміржол саласында. Олар қандай салада? Сіз тепловоз машинисінің көмекшісі. Біздер тепловоз машинисінің көмекшісіміз. Әкеміз сол тепловоздың аға несі жаңа қабылдаушысы. Тексереді, жаңағыда тепловоздың дайындығын қамтамасыз етеді. Және де ағаларымыз вагонный саласында, вагонный депода. Негізі бұл саланы таңдауға сіздің әкеңіз себепкер болды ма, әлде өздеріңіздің ішкі қалауларыңызбен? Иә, бала кезімізде енді көзімізбен көріп өскеннен кейін теміржол саласына қызықтық, және де әкеміз осы салада жүргеннен кейін ізін қояйық, жолын жалғайық деп, сол осы салада келе жатырмыз жұмыс жасап. Қазіргі таңда 12 жыл болды маған жұмыс жасап жатқаныма осы салада. 12 жыл болды. Негізі қазіргі уақытта енді біз көбірек естиміз ғой. Жалпы біздің елімізде дәл осы табысты салалардың бірі ол теміржол саласы деп айтып жатады. Бірақ қанша табысты болғанымен де оның да өзінің қиындығы болады. Осы жөнінде тоқталайықшы. Қаншалықты қиын теміржолшы болу? Әрине, әр жұмыстың өзінің қиыншылығы бар. Оңай жұмыс жоқ. Біз енді сол теміржол саласында Аллаға шүкір жанұямызды асырауға жалақымыз, айлық дейді, жетеді шүкір. Қазіргі таңда 4 баланың ата-анасымыз. Бәрекелді. Ал енді теміржолшының жұбайы болу қаншалықты қиын? Енді көбіне сапарда жүреді. Сосын айта өтіңізші. Иә. Теміржол саласында оқысам да, мен қызмет еткен жоқпын теміржол саласында. Бірақ теміржолшыларға қызмет етіп жатырмын өзім қазіргі таңда. Өйткені атам теміржолшы, жолдасым теміржолшы. Енді теміржол саласы үздіксіз жұмыс жасап тұрады ғой, күн-түн демей жұмыс жасап тұрады. Сондықтан жолдасым біреу келеді, кетеді, күнімен, түнімен біздер де жұмыс жасаймыз. Қызметтеміз біздер. Жол үстінде тамағымызды дайындайды, киімімізді дайындайды дегенде. Жолдасымды 16 сағат сайын жұмысқа шақырып тұрады. 16 сағат демалады, 16 сағат тыныш бөлмеде ұйықтағаны, балдарды тыныштандырып, сөйтіп барынша қызмет етеміз теміржолшыларға. Негізінен көбінесе осы бір уақыт жағынан кейде біз түсінбей жатамыз, өйткені шынында да күн-түн демей теміржолшылар үнемі жұмыста. Үздіксіз жұмыста. 24/7. Кейде тіпті түнімен де жұмыс жасайтын, қандай да бір ауысым бойынша, түнімен де жұмыс жасайтын. Бірақ бұның барлығы денсаулыққа әсер етпей ме кері? Қалай ойлайсыздар? Енді жұмыс барысы солай болғаннан кейін әсері бар ғой, не дегенмен. Әсері болғаннан кейін біздерде жаңа қарастырылған
санаторияларға, демалыстарға барып тұрамыз. Өзіміздің Өзінің денсаулығымызды арнайы өзіміз күтеміз. жеңілдіктері бар. Жеңілдіктер бар, путевкілер береді деген сияқты емделуге. Тепловоз машинистінің көмекшісі деп таныстырып жатырмыз. Бұл қандай мамандық, қандай қызмет атқарасыз? Қазіргі таңда осы мамандықты жасап келем. Мамандығым мақтанышым деп айтқым келеді. Ұнайды өзіме. Жан-жақта іс-сапарларға барамыз. Қазақстанның түкпір-түкпір жерлерінде болдық осы жұмыстың арқасында. Жақсы достар таптық. Түкпір-түкпір жерлерінен Қазақстанның. Және де айта кететін болсақ, осы 2022 жылы тамыз айында Қазақстан темір жолына 25 жылдық болды. Соны кәсіби мерейтойын атап өткенбіз Астана қаласында. Және де қазан айында Ташкентте саммит болды. Соған теміржолшылардың арасынан Қазақстаннан біздер барып, жастар болып, сол жақта теміржолшылармен танысып, СНГ мемлекеттер дейді ғой. Сол жақта ойындар болып, жарыстар болып, содан Қазақстан жалпы бірінші орын алғанбыз. Атқаратын қызметіңіз? Атқаратын қызметіміз сол қазір көмекшімін, тепловоз машинистінің көмекшісімін. Осы қызметте келе жатырмын. Бірақ та енді қазіргі уақытта енді тепловоз машинисі мен оның көмекшісі болу дегенде осы тұста енді айырмашылығын, негізгі міндеттерін нақтылап алайықшы. Мысалы, тепловоз машинисі бұл әрине тепловозды айдайды. Машинист айдайды. Біз соның қасында көмекшіміз. Біз жаңағыдай совместно бірге ғой енді жұмыс. Машинистке де, помощникке де екеуі де бірдей. Ұйқымыз қанық болу керек. Және де жол үстінде темір жол, не дейді, темірдей тәртіп дейді ғой. Шойын жолында екі рельстің үстіндегі атқаннан кейін мықты сақтықпен, бдительный, ұйқымыз қанық болып, жолдың, жүктің, адамдарды тасудың несін істейміз, жауапкершілігін. Әрине. Енді Айдана ханым, жалпы осы мамандықта оқыдым дедіңіз ғой, практика жүзінде таныстыңыз ба? Иә, жалпы өткенмін мен деген практикадан өттім. 6 ай, содан кейін бала күтіміне байланысты мен деген жұмысқа шыққан жоқпын. Содан теміржол саласында жұмыс жасаған жоқпын. Жалпы білем, оқыдым, 4 жыл оқыдым, үздік бітірдім мен колледжді. Одан кейін жұмыс жасаған жоқпын бірақ. Негізі бұл салада алдағы уақытта жұмыс жасау ойда бар ма? Қалай ойлайсыз? Әзірге мен басқа салада жұмыс жасап жатырмын. Мүмкін енді алла бұйыртса көреміз. Бастысы осы саланың процесі қалай болатынын білесіз? Иә, білем. Жалпы теміржолдың өзінің киімдері, өзім қызғам киім, жұмыс жасағым келеді жалпы. Ал бала тәрбиесіне тоқталайықшы. 4 баланың ата-анасысыздар. Олардың енді болашақта маман болуына сіздер қалай ықпал етіп жатырсыздар? Егер де олар мысалы осы бір теміржол саласын таңдаймын, сіздер секілді боламын десе, сіздер қандай пікір білдіресіздер? Қазір кішкентайларымыз Алла берген 4-еу, сол тұңғышымыз ер бала. Қазіргі таңда өзі қазір актерлік, блогерлік, сондай жолдарда жүр. Бір жағынан өзі күреске қатысады, дзюдомен айналысады, спорт жағынан. Жалпы қарсы емес, біз теміржолшы болам деп жатса, әкеміздің, атамыздың ізін қуамыз деп жатса, бауырларымыздың. Ол жағынан қарсылық білдірмейміз. Теміржол жақсы мамандық. Ал егер басқа салаға кетем десеші? Басқа салаға кетем десе, енді баланың өзінің таңдауы. Қолдаймыз. Әрдайым қандай шешім болса да қолдаймыз. Ал енді әр мамандықтың қызығы мен шыжығы қатар жүреді. Пойыздағы болған қызық сәттерге тоқталайықшы. Пойызда болған қызық сәттер біздерде помощник машинистер деп айтамыз ғой. Енді біздер екінші үйіміз былай келгенде. Біз тепловоздың ішінде тамағымызды ішеміз, шайымызды ішеміз. Тепловоздың айтып жатсыздар ғой, помощник пен машинист не жасайды дегенде. Біздер енді машинист айдап келе жатырғаннан кейін, права управление отқаннан кейін, біз қасында шайын дайындаймыз, тамағын дайындаймыз деген сияқты. Неше машинист болады? Бір машинист болады, бір көмекшісі болады қасында. Екеуміз бригада болып саналамыз. Енді алыс сапарларға шыққан уақытта енді 2 күн жүретін, 24 сағаттан астам уақыт жүретіндер болады. Ал ондай жағдайда алмасын бола ма? Алмасын болады, иә. Біздерде негізінде көп теміржолда машинистерді түсінбейді. Ойлайды, например, Ақтөбеден біз пойызды қабылдап шықсақ, до конца Алматыға дейін барады деп. Олай болмайды, біз жол сайын ауысып отырамыз. Каждый өзінің определенный уақыттары бар. 16 сағат сайын демаламыз. Біздің де өзіміздің неміз бар ғой. Положениелеріміз бар, инструкциямыз бар деген сияқты. Арнайы станциядан ауысасыз? Арнайы станциялардан ауысамыз, иә. Арасына не салып, сағатына байланысты. Пассажирскийлер болса, например, жолаушылар тасымалдайтын пойыздар, олар каждый станцияны ауыстырып отырады.
Ақтөбеден Ембіден, Шалқардан, жаңа Сексеуілден деген сияқты, Қазалыдан деп. Біздер енді жүк пойызында жүргеннен кейін, жүк таситын пойызда істейміз біздер, соның бригадасымыз. Біздер енді жаңа 12 сағат режим, 12 сағат жұмыс жасаймыз. 12 сағат шыққаннан кейін келесі бригада тапсырып, өзіміз жаңа отдыхающий дейтініміз бар, дом отдыха. Ал енді жүк тасымалдайтын пойызда жүресіз, айырмашылық неде? Айырмашылық біздер әртүрлі жүк тасимыз. Жалпы товарный поезд дейді ғой. Оның ішінде контейнер бар, цистерна бар, дункар вагондар бар, копр вагондар бар дейді, былай келгенде неше түрлі вагондар бар. Солар біздер жүктерді қамтамасыз етеміз, тасып беріп, А точкасынан Б точкасына аман есен жеткізіп беру біздің міндетіміз. Кейбір отбасыларда мынадай бір түсінік бар, иә. Егер де ата-ана дәл осы әсіресе темір жолшылар деп айтайыншы, көбінесе бұл енді ұрпақтан ұрпаққа берілетін бір мирас секілді қызмет, иә. Өйткені ата-ана сол салада жүрсе, міндетті түрде олардың балалары да, немерелері де осы салада. Бұндай жағдайлар өте көп кездеседі. Темір жолшы отбасылар деп айтып жатамыз, иә. Ал сіздер толықтай дәл осы ағайын жұртпен бірге, дәл осы біз темір жолшы отбасыларымыз деп айта аласыздар ма? Толықтай деп айта аламыз, иә. Өйткені неге десеңіздер, бауырларымыздың бәрі осы салада, неше ағайындысыздар? Мен өзім 4 ағайындымын. 2 апам бар, 2 апам тұрмыста. Бір қарындасым бар, осы Ақтөбе қаласында студентка. Жезелерімді темір жол, Ақтөбе көлік коммуникациясы маманы, мұғалім. Екеуі мұғалім, екеуі де тоже. Темір жол колледжінде оқыды 2 апам да. Бізге сабақ берді, 2 жездеміз. Бәріміз темір жол саласында. Бәріміз темір жол саласында. Апаларым да темір жолды бітірді, бәрі темір жолды бітірді. Ал енді өздеріңізден пікір сұрайық. Жалпы көлік және коммуникация саласы қазіргі таңда қалай дамып келе жатыр біздің елімізде, Ақтөбе өңірінде жастардың қызығушылығы қалай? Өте қарқынды дамып келе жатыр деп айтуға болады. Және де бұл темір жолда жастарға деген өте жақсы бағдарламалар бар, жаңа өздеріңіз айтқандай. Көп мүмкіндіктер беріп жатыр. Аллаға шүкір, сонымен мақтанамыз, марқаямыз. Қазір енді көптеген енді әсіресе ер азаматтардың арасында жиі айтып жатамыз. Бұл темір жол саласы ер азаматтың нағыз айналысу керек саласы дейді. Кейбір басқа салаларға кетіп жатқан жігіттерімізді қолдамай жатамыз. Дегенмен де қалай ойлайсыз, бұл темір жолшы мамандығының болашақта, мысалы, қазіргі жастар қауымы көбірек оқу керек деп есептейсіз бе? Көбірек оқу керек, дамып келе жатыр. Өйткені біздерде темір жол саласында мамандықтар көп қой. Неше түрлі мамандықтар бар. Зейнетке шығып жатқандар бар, қарт кісілеріміз бар деген сияқты. Солардың орны босап, жастар орнына келіп жатыр деген сияқты. Жалпы өзім кеңес берем темір жолға тұруына, темір жол мамандығы өте керемет, жақсы достар болады, жақсы орта болады деген сияқты. Жалпы керемет жұмыс. Альтина ханым, осы бір енді темір жол саласында қыз балалардың сіздің уақытта, сіздің студент кезіңізде деп айтайын, қыз балалар жалпы көп болды ма? Қыз балалардың қызығушылығы қалай? Иә, біз группада 3 ұл, 17 қыз болғанбыз. Қандай мамандықта оқыдыңыз? Мен автоматты басқару жүйелері деген мамандықта оқыдым. Бірақ өкінішке орай көбісі мамандық бойынша жұмыс жасап жатқан жоқ. Ер балдар жұмыс... Қыз балалардың қызығушылығы жоғары болды, жоғары болды біздерде. Бірақ ер балдарымыз жасап жатыр осы салада, қыздар көбіне жасап жатқан жоқпыз. Ал енді мына әлеуметтік желілерде қазір байқаймыз ғой, шет мемлекеттерде көз қызығарлық пойыздың сан түрі бар. Енді әлде қайда дамып кеткен. Ал осы бір жақын арада мүмкін болашақта бір ұсыныстарыңыз бар ма? Қазақстандағы пойыздың түрлері осындай болса екен, немесе өзгерістер енгізіле ме? Иә, міне Астана қаласында өзіміздің жаңа тепловоз шығаратын заводымыз бар. Аллаға шүкір, өзімізден шығып жатыр. Бізге жақында АСК дейтін тепловоздар келіп жатыр, эволюшндер. Кәдімгі заманауи, ішінде кондиционері бар. Ал қазіргі? Печкісі бар деген сияқты, кәдімгі холодильнигі бар ішінде. Қазіргі таңда сол тепловоздармен жүрміз біздер. Бұған дейін қандай тепловоздар болды? Бұған дейін біздерде жаңа МК дейтін тепловоздар болған. Біздің жаңа әкелеріміздің кезінде Машка, Ушка дейтін тепловоздар болған. Енді бұлар оны көрген жоқпыз да, біздер олармен жұмыс жасап көрген жоқпыз, түрін көргенмен. Осы кезге дейін енді МК-мен жүрдік, қазір МК-лардың бәрін списать етіп, списанияға жіберіп жатыр. Қазіргі таңда АСК Evolution дейтін жаңа тепловоздармен жүріп жатырмыз. Тепловоздың ішінде өзіндегі ережелері бар, қауіпсіздік. Соларға тоқталып өтейікші. Қауіпсіздік өзінің ережелері бар, қызыл сигналдан өтуге болмайды бізде. Қателікті кешірмейді темір жол. Темір жолда темірдей тәртіп. Қызылды өттің болды. Сенің мамандығың уже кешірілмейді. Бүткіл істеген еңбегің, оқыған еңбегінің бәрін
зая кетеді, былай келгенде жойып жібересің. Тағы қандай басқа ережелер бар? Ережелер енді көп қой бізде. Светофорларға, бағдаршамдарға бағынамыз, манада бағдаршам жайлы айтып жатыр екенсіздер. Бағдаршам өте мұқият болу керекпіз біздер. Және де стрелочный переводтар дейді, стрелкаға мықты мұқият болу керекпіз. Проезд запрещающий сигнал дейді, одан өтіп кетпеу керекпіз. Сол сияқты габаритность дейді, жаңа пойыздардың. Соны қарау керекпіз. Артымызда составты қараймыз, жүріп келе жатқан уақытта искра шығып жатқан жоқ па, составтар аударылып жатқан жоқ па, құлап жатқан жоқ па деген сияқты Алла сақтасын. Сондайларға өте мұқият ответственность. Қаншама жауаптылық, иә? Негізі маған бір сұрақ қызық болып отыр. Қазір осы бір саладан тыс басқа салада жүрген адамдардың арасында енді бір түсініксіз болуы мүмкін. Өйткені қазір біз Қазақстан темір жолын қтж деп айтамыз. қтж деп айтамыз, қысқартылған түрде, иә. қтж деп айтамыз. Бірақ сол бір темір жол саласында жүрген адамдардың арасында олардың бір сөйлесуін бір тыңдасақ, бір қысқа сөздермен, жаңағы сіз айтын МК дедіңіз, тағы жаңағы сондай бір қысқа айтатын сөздер өте көп, иә? Бұл сіздердің бір диалекттеріңізге айналып кеткен секілді. Сол бір енді қысқартылған сөздерді кім ойлап шығарады? Әлде сіздер осы бір арнайы кітаптағы кітаптарда, бағдарламада, инструкцияда солай жазылған. Біздерде қысқартылып айтылады. Енді сонымен ДСП дейді, дежурный бастанцы, ТЧ деп айтады бұларды. ДНС диспетчерский централизация. Бұны тек темір жолшылар. ШЧ дегеннен практика өткенмін 6 ай. ШЧ-ны бітірді, например, мына кісі, жұбайым, жолдасым. ШЧ тоже сигнализацияларға жауап береді, светофорларға былай келгенде. Вагониктер вагонға жауап береді. Ал сіздер арнайы емтихан тапсырасыздар ғой? Арнайы емтихан тапсырамыз. Тексеріс кезінде деп айтайық, сол кезде де осы сөздерді толық емес, қысқа да айтып жеткізулеріңізге болады. Қысқа болады, Ал енді сіз Ерлан мырза алдағы уақытта қазіргі таңда тепловоз машинисінің көмекшісі болып қызмет етесіз. Басқа қызметке ауыса аласыз ба? Басқа қызметке ауыса аламын, болады. Қазіргі таңда тепловоз машинисінің көмекшісі болып жүрмін, 12 жыл деп айттым ғой жасап жүргеніме. Бізде жаңағыдай этапына ғой жұмыс. Алла қаласа машинист боламыз. Машинист болғаннан кейін инструктор боламыз. Өсесіздер? Өсеміз. Инструктор болғаннан кейін зам по ремонту боламыз деген сияқты. Одан кейін уже начальник депо боламыз. Зейнетке неше жастарыңызда шығасыздар? Зейнетке 57 жастан шығамыз. 57 жасқа. Тепловоз машинисінің көмекшілері 57 жастан шығады, қалғандары 60 жастан шығады. Солай бекітілген, иә? Солай бекітілген. Олай болса, осы жерден сұхбатымызды аяқтайық. Енді пойыз жайлы бір қызықты деректермен өздеріңіздің мамандықтарыңызды саралай өттіңіздер ғой. Тек алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңыздың берекесін көріңіздер, отбасыларыңыз аман болсын, құт береке дарымасын деген тілек білдіргіміз келеді.